Құрметті халайық, бүгін шу өңірінде үлкен бір іс-шара өтіп отыр. Ол іс-шара байлықтың, болмаса батырлықтың, болмаса даналықтың емес, өнер саласында болады. Бұл өнер, бұл халықтың қазынасы, халықтың рухы, халықтың мерейі, халықтың күш-қуаты. Ал енді әр салаға адам тез бейімделеді. Мұғалім болу да болады, инженер болу да болады, бастықта болуға болады. Ал ақын, әнші, жазушы, композитор, бұл туа бітпесе ешнәрсе болмайды. Бұл адамның қанына, әкенің қанымен, ананың сүтіменен даритын құдірет күш. Бұл күшті ешкім ала алмайды, тартып та ала алмайды, жығып та ала алмайды. Сондай құдірет. Өнерменен халық өрістеген, өнермен халық асқақтаған, өнермен халық қамалдалған. Сондай құдірет өнер. Сондықтан бүгінгі кештің иесі айтылып жатыр ғой. Дүниеге келіп кеткенде 80 жыл толып отқан үні өздік таңбасыменен, үні өзіндік өнер жолындағы қасиетіне дарыған азамат Аяздың 80 жылдығы болады. Аязды мен осы мәдениет үйінде директор болып істеп тұрған кезде, осы 3 жыл ма 4 жылдай болған мен келіп жұмыс істеп жатқанымда. Сонда бір күні сағат сол 11 шамасында бір жігіт келді, ақ жамбал киіп алған шалбар, ақ көйлек киіп алған, қолында қалақ таяғы домбырасы бар. Бұлай жалт мінезі бар енді. Жақтырмаған адам айтады ондайды, алаңдап дейтін. Жоқ, олай емес. Енді ана өнер түртіп тұрған болу керек. Өзі қазақ айтады ғой, ішін жарып бара жатыр ма деп. Сол сияқты келіп, сіз ба Желдібаев? Иә, мен директор. Иә, мен Аяз деген болам, әнші болам, жыршы болам деп жаңағы. Ал жақсы, тыңдай. Сөйтпен біраз әндер айтты. Сондай менің өзіме сондай әсерлі болды. Және мен сондай адамды іздеп жүрген адамым ғой. Осындай өнері бар адамды іздеп жүрген адамым. Қайда тұрасың? Мынау қазір Қонаев ауылында тұрамын. Ал енді отбасын сенмен бойдақпын. Кел жұмысқа. Мамандығы, мұғалімдігі деп бастап, содан бастап бүгінгі таңға дейін мынау жаңа Шошабаев айтты ғой. Осы Аяз туралы пікір айтып, Аязды мына біздің шу өңірінде өнерпаздар аз болған жоқ. Бірақ тарихта аты қалғандары бар, аты қалмағандары бар. Бірақ Сауытбектен кейінгі әншілік өнердің тұтқасын ұстаған осы Аяз. Біздің шу өңіріндегі өнер саласына бір тарихи әңгіме осы. Енді Аязды қалай құрметтеп, қалай дәріптесек те сиятын нәрсе. Біздің өңірімізге ол мақтаныш, сондай мақтаныш. Кезінде айтылып жүрді, күйшісі бар Желдібаевтай,
ақыны бар, Бекбаевтай деген сөздерді әр жерде, әр кезеңдерде құлағымыз шалып жүрді. Енді тағдырдан артық ешкім жоқ, әркімге берер өмірдің өлшеулі өмірі бар. Қазір арамызда жоқ болғанмен, арамызда бардай болып жатыр. Өнер, адам өмірді екі рет өмір сүреді. Біріншісі тірі кезіндегі өмірі, екіншісі өмірден кеткеннен кейінгі өмірі. Мынау Аяздың екінші өмірі басталып отыр. Қалай дейміз? Осы халқымыз, еліміз аман болсын. Сондай өнерлі азаматын, ағаларын, кейінгі ұрпақтардың аталарын дәріптеп, еске алып, құрметтеп жүргендей жақсы өнегесін алуға тұрарлық адам Аяз. Аяздан көп нәрсені үйренуге болады. Өнеге, ұлағатты, ұстаздығы болады ұрпақтар үшін. Мен соны тілеймін сендерден. Қалайық. Бұл өнер деген өзі жүгі ауыр нәрсе. Соның кейін даулы нәрсе бұл. Оның сөзі де көп өнерпаздарға. Оған жабысатын түрлі аттар, лақаптар да жетіп жатады. Анау екен, манау екен, сондай болған екен, мұндай болған екен деп жел сөздерге көпіріп жатады осы. Желдетіп. Өнерпаздарға, өнерлерге өзі тағылатын аттар көп. Осының бәрі халықтың көз алдындағы сыншылар, сын өнерпаздар үшін. Сондықтан да мен өзім мына ұжымда жүрген нелерім айтам. Біздің атымыз шулы, қарақтарын байқап жүріңдер. Аяқтарыңды анық басып жүріңдер, Абай айтқандай. Ақырын басып анық жүріңдер. Бізге сын көп, біз халықтың алдындағы, халықтың көзіндегі, халықтың аузындағы адамбыз деп жатамын. Сондықтан осы өлме өнерді құрметтеп, өнерпазды құрметтеп, бүгін келіп отқан сіздерге көп алғыс айтамын. Ал енді бір айтар кетер сөз, мынау бүгінгі облыс әкімі жаңа құрмет көрсетіп, алтын уақытының бәрін бөліп, осы іс-шараға қатысып отыр. Бұл кісіні мен Сәкенді Бөрібай, жексенбен әкім болып тұрғанда бардым мен. Бөрібай сағат 11-ге шақырды, барып көмекшіге жолығыңыз деді бірі. Серде білермандар. Көмекшігім деп келсе, мына ұзын бойлы бір жігіт тұр. Сен ба көмекші, я? Соны қаяқтансың? Мен шудамын ғой аға, қай жерден көмекшім? Білесің бе, мен 11-де жексенбе келем, білем сізді күтіп отырмын. Содан бастап білем мен. Сәкен. Қазір Сәкен үшінші ауданға әкім болып келіп отыр. Енді осы туған жерің әлі туың тік дейді, дана қазақ. Бойындағы бар қасиет, іскерлік жігерін аямас деп ойлаймыз біз. Сондықтан осы бізге қолдау көрсету керек. Мына отырған сіздер, мен бізде ақыл кеңесімізді айтып, іс-шарамызды әрқайсымызға тиісті міндетімізді адал атқарсақ, ең үлкен осы ауыз бірлік, ынтымақ керек. Бір-бірімізді сыйластық керек. Адам өз басын сыйласа қор болмайды. Осыны білемін мен. Менде бір сөз бар. Адам не істесе де өзін істейді. Ол шындық сөз. Жақсылық істесең, жақсылық шығады алдыңнан. Жамандық істесең, жамандық шығады. Кісі өлтірсең, кісінің қолынан өлесің. Мен адам не істесе де өзін істейді деген сөзім осыдан. Сондықтан аман жүріңіздер. Барлықтарыңыз аман болыңыздар. Еліміз тыныш болсын. Ауданымыздың, еліміздің, халқымыздың ынтымағы болсын. Үлкендеріңіз үлкендей, кішілеріңіз кішіңдей, ұлың ұлдай, қызың қыздай болып жүру керек. Жақсылық дейін барлықтарыңызға.
Жақшылық деген досым болды ақын. Шер жігіт еді. Сол үйіне бір қонақ келгенде, қызметте отырғанда әйел телефон шалыпты. Бұл енді өнеркеші ғой. Айтайын өнерпаз туралы. Bir mal әкелмесең, ұятты кісілер келе жатыр деп. Содан кейін машинасына мініп айдап, бір совхозға барып қой алып, сол жақсылық келіп қапсың деп анау жақаңа қойшы бір 50 грамм ішкізіп жібереді, ол кезде солай ғой. Содан келе жатып, бір жолдасы бар екен, соның үйіне түседі, ана бір қой салып келе жатқан ғой. Содан келсе, жаңағы жерде біраз 100 грамм жатады. Үйге бір кісі келетін еді, сояқ десек мал жоқ депті. Ой, менің машинемде бір мал тұр депті. Сонdan досымен әңгімелесіп, әңгерді үйіне келген ғой енді. Кесе қонақтар айтып, әйел малын қайда деген ғой. Мал келе жатыр деп айтады дейді. Соғысағанда езі. Мынау өнер дегенде бір қазақтың дәстүрінде керемет нәрсе бар. Өспей келе жатқан. Осы шапан жабу деген. Маған Құдай біледі, 2 күнде бір шапан жабылып тұрып, қайда кетіп жатқан білмеймін. Соны біреуге беріп кетемін ғой жолда келе жатыр. Жақсылық досым сияқты. Бұл шындық әңгіме, ағайындар. Жақсы.